Мамандық бұл тек қана жұмыс емес, адамның қоғамдағы өз орнын табуы, жауапкершілік пен арманның тоғысқан жері. Сондықтан да дұрыс таңдау жасау бұл біздің жарқын болашағымыздың кепілі болары сөзсіз. Осы жобаға мен бала кезімнен қызыққан журналистика мамандығын таныстырудамын. Ендеше журналистика мамандығының қыр-сырымен тереңірек танысайық. Қайырлы күн, Гүлзада ханым. Қайырлы күн. Бүгін сізді көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Және де болашақтың мамандығы жалпы журналистика, тележүргізуші мамандығы бойынша бүгін сізден сұхбат алмақшымын. Жалпы сіз осы тележүргізуші диктор мамандығына қалай келдіңіз? Менің негізгі мамандығым қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім алдым. Қазақ ұлттық университетінде Әл-Фараби атындағы университет қабырғасында жүріп, республикалық балапан телеарнасында 3 жыл қатарынан алақай-балақай деп аталатын бағдарламаны жүргіздім. Сол оқуымды аяқтаған соң дипломымды алып, өз туған еліме Ақтау қаласына келіп, бірден қазіргі таңдағы Маңғыстау телеарнасы, сол кездегі Қазақстан Ақтау телеарнасына жұмысқа орналастым. Дикторлықта отырған кезде, яғни жаңалық жүргізушісі болып отырған кездегі менің пиджагымның түсі сұр түсті болды. Ал мен екінші курста оқып жүрген кезде университет қабырғасында арман тақтасына сол Екатеринаның сұр түсті пиджак киіп тұрғанын салып қойғаным бар, және ол орындалды. Сондықтан бала күнде дұрыс армандап білу керек. Жалпы қалай ойлайсыз, қазіргі таңда осы тележүргізуші мамандығының маңызы қандай? Тележүргізуші, енді біз телеарнада жүргізуші бар, журналистер бар, жаңалықты жасайтын, шынайы, тірілей сұхбат беру, тірілей жүргізіп отыру өте маңызды деп ойлаймын мен. Рахмет. Келесі сұрағымыз ол осы өзіңіздің тележүргізушілік мансап жолыңызда қандай қызықты оқиғалар болды? Қызықты оқиғалар өте көп болады. Жаңа айтып кеттім, суфлер деп. Бұл бізде жаңалықтар жүргізіп отырған кезде біздің оқитынымыз. Жүргізушілерді көп ойлауы мүмкін, жатқа айтады жаңалықты деп. Жоқ, бізде суфлер бар. Бұл барлық жерде бар нәрсе. Сол сәтте осылай қағаздан оқу керек болды, және оны сен былай білдірмеуің керексің. Арасында тоқтап қойып оқып берген кездер болды. Ал енді қиыншылығына тоқталсаңыз? Қиыншылығы, жалпы барлық телеарнаның өзінің заңдары болады ғой. Бір түсірілім жасау керек болды, дала қатты аяз. Амал жоқ, бас киімді шешіп қойып жүргізесің. Алдағы 5-10 жылда телеарнаны қалай елестетесіз? Қандай өзгерістер болуы мүмкін деген сияқты сұрақ қоя. Телеарна күннен күнге дами береді. Жасанды интеллекттің жасайтын кейбір нәрселерінің, яғни ақпараттарды алу, жазу, бұның барлығын кәдімгі журналистер жасау керек болады. Микрофон, камера, мыңдаған ақпараттар, ой еркіндігі. Бұл журналистің нағыз қаруы. Мен де нағыз маман иесі болғым келеді.